Қазақ байса қатын алады деген сөз бүгінгі таңда бір мазаққа айналды. Рас. Бұған не дейсіз? Бұл жалпы мына инвестиция деген ұғым бар. Қазақ өзі ойланған бұрын инвестицияны қайда саламыз деп. Сонда бөлтірік шешенге келіп сұраған екен: ағата, байлық ыстық па, бала ыстық па? Бақ кімге қонады дегенде бөлтірік жауап берген екен: бақ деген басқан қоған құс ұшады да кетеді. Байлық деген қолыңа ұстаған мұз ериді де кетеді. Бала артында қалған іздейді. Сонда қазақ данышпан білген: байлық та тұрақсыз, бақ та тұрақсыз. Инвестицияны тек қана балаға салу керек деген ғой. Сондан инвестиция салатын шамаға келген кезде іркілместен балаға салғанда сол үшін қатын алған. Демек екінші қатын. Екінші, үшінші, төртінші. Неге? Өйткені бұл ақша ысырап болмау керек. Ақша елдің игілігіне жұмыс істеу керек. Ал елдің игілігі ол адамның санымен көп өлшенеді, сөзсіз бе? Сондан бұл халал жолда. Қазіргі кездегі мен білем бай адамдарды. Белгілі бір деңгейге жеткен, миллион, миллиард, ары қарай айтады. Ары қарай ақша жинау мағынасыз, мәнсіз болып қалды дейді. Сонда әттеген-ай дедім. Неге? Шіркін-ай, қазақылықтың жетпей тұрғаны-ай. Өйткені Абылай ханның бір өзінде 30 ұлы 40 қызы болған ғой. Бұрынғы қазақтың байлары ақшасын сырап қылмаған, оны бір бұзылғандық, нәпсіқамарлық деп түсінбеу керек. Бұл елге жасалып жатқан инвестиция ғой. Жалпы әйелдер қауымы еркектерін қызғана бермеу керек дейсіз ғой. Енді бұл қазақта бір сөз бар: қызғанғаның қызыл итке жем болады дейді. Егер сен қызғанып жүрген кезде халық өспей қалса, бұл енді қорқыту үркіту емес, ол рас нәрсе. Жалпы көп көптігін істейді. Көп қорқады, терең батырады дейді. Қазақ өзі айтқан ғой: қалайда көп бол, сабан бол, шөп бол, қалайда көп бол. Көп несін айтады дейді? Азға жасаған зорлығын айтады дейді. Аз несін айтады дейді? Көптен көрген қорлығын айтады дейді. Егер біз саны көп ұлттардан қорлық көргіміз келмесе, болашақта көбеюіміз керек. Екінші әйел алу керек деген ұғымды қаншалықты құптайсыз? Мен айтып отырмын ғой, жаңа қазақ байса қатын алады деген бұл классикалық қағида. Егер сен шамаң жетсе, сол артылған ақшаны елдің елге жұмсау керек қой. Сіз қашан алам деп отырсыз өзіңіз? Байыған кезде. Омар Жәлелұлы қашан байыды? Ол қазақта бір сөз бар: бай болғысы келмейтін адам жоқ дейді, Құдай қаламайды дейді. Хан болғысы келмейтін адам жоқ, халқы қаламайды дейді. Содан Құдай қаласа, халық қаласа бәрі болады деп ойлаймын. Құдай қаласын, несібеңіз оңынан болсын.